English Language for Kazakhstan Grade 3 Activity Book Model 6 Page 70, 71, 72, 73 Саламатсыздар ма құрметті 3-ші сынып оқушылары, бүгін сіздермен 70-ші беттен бастап Activity Book жаттығуларын жасайтын боламыз. Lesson 8 Science Khalil Exercise 1 Circle the odd one out. Бірінші жаттығуда артық біреуін сызып домалақтап қоюыңыз қажет. First picture. Бірінші суретте жақсы сау тіс берілген. Бұл жерде біз тіске пайдалыларын айтамыз. Milk, carrot, сәбіз және сүт тіске пайдалы, ал jam ол артығы болады. Сол үшін жамды домалақтап сызамыз. Екінші суретте тіске зиянды заттарды айтуымыз қажет. Ice cream, chocolate, балмұздақ және шоколад тіске зиян. Ал бұл жерде артығы cheese, ол сыр, ірімшік, ол тіске пайдалы, сол артық. Соны сызып қоямыз. Next one. Үшінші суретте тіске пайдалы заттарды айтуыңыз қажет. Broccoli, apple. Алма және брокколи тіске пайдалы, ал cake, торт түрі, оны домалақтап сызып қоямыз, сол артық. First picture. Тіске зиянды заттарды көрсетуіміз қажет. Cola, sweets, тәттілер, ол тіске зиян болса, eggs тіске пайдалы. Eggsті сызып домалақтап қоямыз. Келесі сабақ Lesson 9, 9-шы сабақ Sounds and Words, дыбыстар және сөздер. Exercise 1, бірінші тұғу Find and circle the letters. How many are there? Right. Бірінші тұғуда табыңыз және әріптерді домалақтап белгілеңіз деген қанша әріп бар жазыңыз. Оқушылар суретке қарасаңыздар, бұл жерде әріптер және сандар берілген. Біз тек қана әріптерді белгілейміз. G, N, X, S, P, E, R әріптері берілген. Сонда барлығы болып бізде 7 әріп берілген. Келесі екінші тұғу Circle the letters to make words. Екінші тұғыда сіздер әріптерді домалақтап белгілеп, сөздер құрастыруларыңыз қажет. Естеріңізде болса, сіздер People's Book кітабында осы тапсырманы жасағансыздар. Big, үлкен, ал екінші суретте 6, 6 саны жазылып берілген. 6. Осылай домалақтап белгілеп қойыңыздар. Кейінгі тапсырма Exercise 3, Write the words. Сөздерді жазыңыз. First, it is a big red pen. Ол үлкен қызыл қалам. Second, it is a big red 6. Ол үлкен қызыл 6. Келесі бет 72-ші бет Model Check 6 Vocabulary. Тапсырмаларды бастамас бұрын Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Exercise 1. Look and write the body parts. Бірінші тұғыда қараңыз және дене мүшелерін жазыңыз деген. 0. Bend your knees. First, clap your hands. Шапалақ жал. Second, stretch your arms. Қолыңды соз. 3. Stamp your feet. Stamp your feet. 4. Hop on one leg. Бір аяқта секір. Exercise 2. Look, read and number. Екінші тұғыда қара, оқы және номерле деген. Potatoes. Картоптар. A. 0. 1. Apple. Picture D. D суретінде алма берілген. Және second onion. Ол пияз. C суретінде берілген. 3. Banana. E суретінде берілген. 4. Carrot. Сәбіз. Picture F. 5. Broccoli. Picture B. Broccoli. B суретінде берілген. Осылай белгілеп шығасыздар. Grammar. Грамматикаға арналған тапсырма Exercise 3. Read and circle. Үшінші жаттығуда оқыңыз және домалақтап белгілеңіз деген. There isn't any broccoli. Брокколи жоқ. Біз болымсыз және сұраулы сөйлемдерде any'ді қолданамыз, иә? First, where is the book? Кітап қайда? I can't see it.
Мен оны көріп тұрған жоқпын. Second, there are some bananas. Банандар бар. 3. He likes playing tag. Look at him. Ол тег ойнағанды жақсы көреді. Оған қара деген. He деген ол балаға айтылған үшін біз оған him, оған деген кезде him ол балаға айтылатын формасын қоямыз. 4. There is an onion. Пияз бар деп тұр, пияз деп. Бұл жерде пияздың алды дауысты дыбыс болғандығы үшін an артиклін қоямыз. There is an onion. 5. Are there any apples? Алма бар ма? Алмалар бар ма деп сұрап тұр. Сұраулы сөйлем болғандығы үшін any'ді автоматты түрде қоясыздар. 72-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. 73-ші бет. Communication, қарым-қатынас. Exercise 4. Look, read and match. 4-ші тоғыда қараңыз, оқыңыз және сәйкестендіріңіз деген. 0. Where is the carrot? I can't see it. Сәбіз қайда? Мен оны көріп тұрған жоқпын. First, let's make a smoothie. Smoothie жасайық. Oh, yes. И жауабы дұрыс болады. Second, do you like apples? Yes, I do. I love them. Алманы ұнатасың ба? Я ұнатамын. Мен оны жақсы көремін. Бұл жерде сұрақ неден басталса, жауабы да солай болады. Соған мән берсеңіздер, тез табасыздар. 3. Is there any ice cream? Балмұздақ бар ма? Yes, there is. Сұрақ is'ден басталған үшін жауап берген кезде де yes, there is деп тұр, 4. Are there any eggs? No, they aren't. Сұрақта адан басталып тұрған үшін жауап берген кезде де no, there aren't деп жауап бересіздер. 5. Is cola good for your teeth? Кола сіздің тісіңізге жақсы ма? No, it isn't. B жауабы дұрыс болады. Сәйкестендіріп алсаңыздар да болады, немесе белгілеп жазып шықсаңыздар да болады. Listening. Тыңдалым. Exercise 5. Listen and put a tick or a cross. 5-ші тоғыда сіздер тыңдалымды тыңдайсыздар және дұрыс белгісі немесе X крестик қойып шығуларыңыз қажет. Бұл тапсырманы сіздер ұстаздарыңызбен бірге тыңдалымды тыңдап орындайсыздар. Reading and writing. Оқылым және жазылымға арналған тапсырма. Exercise 6. Look, read and complete. 6-шы тоғыда қараңыз, оқыңыз және толықтырыңыз. Сәуле. Hey Dana, let's make a fruit salad. Do you like bananas? Yes, I do, but I don't like apples. Oh, that's okay. How about pears? Yummy. Yes, please. Are there any oranges too? No, there aren't, but there is some juice. Okay. Дәл осылай оқып және толықтырып жазасыздар. 6-шы бөлім бойынша барлық тапсырмалар аяқталды. Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Have a nice day.